Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен сұлы ботқасын дайындаймыз. Ол үшін керегенше суымызды алып, қайнатамыз. Қайнап тұрған суымызға сүлімізді салып, 5-7 минутқа қайнатамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. 5-7 минут қайнатып алған соң үстіне 1 стакан сүтімізді құйып, тағы 2-3 минутқа қайнатып аламыз. Дайын болған ботқамызды ыдысымызға салып, үстінен керегенше шекерімізді және де сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Өте дәмді әрі пайдалы сүлі ботқасы дайын болды. Жасап көріңіздер. Сүлі ботқасында адам организміне пайдалы көптеген дәрумендер бар. Күнделікті таңғы асқа жасауға болады. Өте тез дайын болатын таңғы ас.